Тарыны суы тазарғанша 3-4 мәрте жуып, ыстық сүттің үстіне саламыз. Оған тұз және шекерімізді салып, тұзы ерігенше араластырып, бетін жауып 45-50 минутқа қалдырамыз. Негізгі бөлігіне талқанды, қант ұнтағын, тұзды және майды салып, қолымен осылай әдемілеп езіп аламыз. 20 сантиметрлік формамды осылай дайындап алып, қоспамның жарты бөлігін салып, тегістейміз. Өзіңізге бір ыңғайлы затпен осылай тегістеп, қалған жарты бөлігін салып, қазір қабырғаларын тұрғызатын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған бізге ірімшік және шекерді салып, жақсылап араластырып, үстіне 3 жұмыртқаны салып араластырамыз. Құрамына керекті заттар мөлшерін төменде жазып өтемін, дайындап алып, дәл осылай қосып отырсаңыздар болады. Енді үстіне кілегейлі ірімшігімізді қосамыз. Көбінесе осы Вилли маркасының кілегейлі ірімшігін қолданамын. Қоспамыздың соңында 34% кілегейімізді және 2 ас қасық жүгері немесе картоп крахмалын қосып араластырып алып, соңында тарымызды саламыз. Салмасына салынатын кілегейлі ірімшік және кілегейді тоңазғыштан алып бірден салқын күйінде пайдаланған дұрыс. Салмамызды ортасына құйып 150 градус пеште 1 сағат пісіреміз. Пештің аузын ашып, суығанша сол жерде қалдырамын. Достарыңызбен бөлісіп сақтап алып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Өте дәмді шығады. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз.